Дара уақыт арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен мен Бибігүл Тимурқызы. Әр адамның өзіне қажетті күнделікті дара уақыты болуы қажет. Дара уақытта әрбір адам өзінің күнделікті өмірде болып жатқан қателіктер мен жетістіктеріне бір уақыт арнап, өзінің күнәларын кешіріп, немесе бір ой тоқтамға келуі қажет, немесе құнды мәліметтерді тыңдауға да уақыты болуы қажет. Дара уақытта бүгін біздер негізгі тақырыбымыз талқылайтын сауда жөнінде. Қазіргі таңда сауда өте қарқынды дамып келе жатыр. Дамып жатыр деп айтуға болады. Себебі сауданың түр-түрі көп, онлайнда, офлайнда қызметтер жасалып жатыр. Жалпы осы сауда бойынша көптеген мәліметтерді қарайтын болсақ, бұл әрине қазір Құранда да, аятта, жалпы шариғатымызда сауда жөнінде өте құнды деректер бар екен. Айта кететін болсақ, сауда саттық дейді шариғатымызда Құран және хадис негізінде бекітілген құқықтық келісім екен. Құранның бір аятында былай дейді екен: Алла тағала сауда саттықты адал, өсімді арам етті десе, басқа бір аятта былай дейді: өзара саудаласқанда куәгер шақырыңдар дейді екен. Жалпы осы саудада жүрген адамдар өте мұқият болу керек, өте аса жауапкершілікпен, өте сауданы жұмыс жасап отырған жұмысшыларына да дұрыстап жүйеге келтіру отыру қажет. Сауда жасау бұл әрине өзіңіздің, мысалы, бала шағаңызды асырап отырсыз. Осы сауда арқылы үстіне ақша қосып, дегенмен де қалтамызға түссе екен деген ойда жүреміз. Саудада жүргенде өте мұқият болыңыз, аса сақтықпен болу керек. Себебі сауда қазір кезде өте қарқынды дамып жатыр ғой. Көбіміз тез байығымыз келеді. 1 теңгені 2 теңгеге қосуға тырысамыз. Яғни ақша көбірек болса екен. Жалпы ақшада жүргенде адамдар әртүрлі факторларға кездеседі. Жалпы көз тоймайды ғой. Осы сауданың тағы бір дұрыс емес жағы да бар. Егер сіз саудада жүріп, адамның ақысын жейтін болсаңыз, саудада жүріп, мысалы, таразыдан ең ауыр күнә бұл арқалап кететін. Таразыдан жемеу керек екен. Жалпы таразыдан жеген әрбір құн, әрбір адамның ақ адал құнын жеу, ол сіздің өміріңізге өте залалын тигізеді. Күнәға батасыз жалпы саудада жүргенде. Сонымен қатар саудада өз құнынан артық дейді, мысалы, Құран хадистерде келтірілген, өз құнынан артық бағаны қойып, оны әстерлеп, жарнамалап, сондай жоғары бағада сатқан өзі де бұл күнәға жатады екен. Жалпы айтады, егер сіз алдыңызға келген адам сауда жасап тұр ғой сізбен, сонда бір ақшасы жетпей жатырса, сізден артық арылып жатырса, мысалы дейтін, осыған дейін жақсы жұмыс жасап келсеңіз, үстінде ақшасы жетпей жатырған өзінде де сіз оған солай беріп жібергеніңіз, бұл жақсы әдетке жатады екен. Жалпы немесе мынандай да бар: егер де сіз сауда жасап жатырсаңыз, әлгі адамның, сауда жасап жатырған адамның сіз қайтармасын төлеуіңіз керек. Яғни, егер өзіңізде соған қайтару үшін тиыныңыз, ақшаңыз жетпей жатырса да, мысалы 10 теңге, 20 теңге, 50 теңге болса да, сол моментте, сол кезде болмай қалса, дегенмен де басқа үстіне зат қосу арқылы осылай ақысын жемей, дәл сол уақытта, дәл сол кезде беріп жіберу керек екен. Себебі сауда ол үлкен бір жауапкершілік іс-әрекет. Саудада жүрген адамдар, айтқым келеді, өте мұқият болыңыздар. Өте сондай адамның ақысын жемеңіздер. Таразыдан бірде-бір грамм кем болмасын. Кем емес, артық берсеңіз, ол сізге
алла тағала сізге одан да көп беретініне көзім жетеді. Мен енді осы саудада жүріп көптеген адамдардың жалпы өмір баянын білемін, бірақ оны мен сіздерге қазір осындай үлкен трагедия ретінде айтқым келмейді. Менің айтатыным, қандай да бір мысалы тауар сатып отырып, оның уақыты өтіп кетсе де, оны әстерлеп, әдемілеп, жарнамалап, басқа адамға беріп жіберу, сатып жіберу, немесе мысалы машина, үлкен машиналар сатқанда, үйлер сатқанда, оның жаңағы қай жері дұрыс емес, қай жерін әрі қарай ремонттау керек. Оны сіз мысалы машина сатқан өзінде де сіз былай қарағанда сол машинаның қожайынысыз, иә? Оның барлық минус пен плюстан сізден артық ешкім білмейді. Сол сатып жатқан жерде де сіз минустарын айта білуіңіз керек. Қай жерге болашақта ақша құю керек екен. Оны өте бір керемет, жақсы деп сіз соны жасырып қалуға болмайды. Ол күнә болады, үлкен күнә. Білесіздер, жалпы күнә ол адамды әлсіретіп жібереді. Ол сіздің ең жақын адамдарына соғуы мүмкін. Сондықтан күнәһар болмаңдар. Немесе үйді сатып отырған өзінде де сіз жалпы үй жөнінде жаңағы сатып алушыға бар жаңағы жақсы жақтарын, егер дұрыс емес жақтары болса, оны да жаңағы жасырмай айту керек, былай қарағанда. Себебі шындық, мысалы айтады ғой, басыңды кесіп алса да шындықты айта білуіміз қажет. Жалпы сауда үлкен, бұл жауапкершілік деп айтқым келеді. Сауданың қыр-сырын білген адамдар, енді мен айтқым келетіні, жалпы адамның ақысын еш уақытта, ешқашанда жемеңдер. Себебі бұл сізге залалын тигізеді. Жақсы сауда болу үшін, жақсы дұрыс баю үшін, жақсы қомақты ақша жинау үшін, әрине өзіңіздің еңбегіңізбен, маңдайыңыздың теріңізбен жұмыс жасаңыз, саудаңызды өткізіңіз, дегенмен де аса сақтықпен қараңыз. Жаңағы таразыдан жемеу, өтірік айтпау, аса қатты жарнамалап, сол қаққа келмейтін қақты көтермелеп қоюды доғарыңыздар. Жалпы саудада достық жоқ. Сондықтан да сіз бен біз осы саудада мұқият болайық. Келесі кездескенше дара уақытты жібере алмаңыздар. Саудада өте сақтықпен жұмыс жасайық. Егер сізге осы тақырып ұнаса, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазуға болады. Ал мен сіздермен қоштасамын, саушылықта болыңыздар. Тағы да тақырыптарды сіздермен осылай бөлісіп отырамын.